Ерлерге деген құрметінің шексіз екенін жеткізген шетелдік жұлдыздардың бұл қадамы біздің өнерпаздарды да бейжай қалдырған жоқ. Салауатты өмір салтын ұстанған отандық танымалдар тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай өзара білектілер батылын ұйымдастырды. Эстафетаны Нұркен Өтеуіловке, Азамат Сатыбалдыға және Бағлан Әбдірайымға жолдаймын. Осылай 1 минут тұру керек, құдай қаласа. Сәкеннің дәл осы жолдауынан кейін Бағлан эстафетаны қабылдағанын айтып бірден спорт залға бет алды. Тәуелсіз елдің ұланы үшін 1 минут кермеге тартылу түкке тұрғысыз. Барлық ағаларымызға өнердегі дұрыс жүрген жігіттерге еліктейтін інілеріміз өте көп. Сондықтан Сәкен ағамыздың жасы үлкен болса да әлі қалай айтсам болады, 16-17 жасар жігіттің формасында екенін көрсетіп тұр, кәдімгідей қуантады. Осылайша өзіне жүктелген міндетті атқарған Әбдірайымовтың эстафетасы Ардақ Назаров, Дастан Оразбеков және Айқынға бағытталды. Тәуелсіз елде ғұмыр кешкен өнерпаздарға бұл жолы 100 рет жерден кеудені көтеру міндеті жүктеліп отыр. Ал ел намысын әлемдік аренада қорғаған Ардақтың тәуелсіз Қазақстанға деген құрметі шексіз. Сондықтан аралас жекпе-жектен әлем чемпионы ел үшін еш нәрседен аянып қалмақ емес. 97, 98, 99, 100. Сіздің ұсынысыңызды қабыл алдым. Және де ары қарай 50 рет турнирге тартылуды мен Бейбіт Назаров бауырыма, Жанқош Тұрағызға және Қайрат Нұртасқа жолдаймын. Әзірге Ардақтың тапсырмасын бұл үштік орындаған жоқ. Алдағы күндері қос спортшы мен хитменнің тәуелсіздіктің құрметіне төккен терін көреміз деген үміт бар. Серік Қазаязбаев, Ерлан Абдуалиев, Ревью жаңалық.